Ассалаумағалейкум. Енді біріңіз біліп, біріңіз білмей жатқан шығарсыздар, мен өзім Инстаграм жүргізетін жігіт емеспін енді. Біріңіз танисыздар, біріңіз танымайсыздар. Енді Гүлжан деген жігіт, мен өзім лично Тәуіржан деп танимын оны. Историясын салып қойыпты. Типа Дубайға 5-6 миллион кетті. Мен танымаймын дейді. Қалай кетті деп. Мен сені танып алмын деді демесін бірінші. Сен бір халықтың батыры едің, бір халыққа еңбегі сіңген бір кісі едің танитындай. Мен сенің өзіңді лично жеке танығалы осы бір 2 ай шығар. Онда да мен сен блогер екеніңді сол кезде көргенмін негізі. До этого мен сені көрмегенмін де, танымаймын да, білмеймін да. Екінші мәселе. 5-6 миллион кете ма, отаңнан 10 миллион кете ма. Енді сен ол жерде просто бір ауыз өзіме де айтсаң да болатын еді, негізі. Мен түсіндіріп беретін едім саған қалай барын историяға шығарып, әңгіме қылып ше. Маған сұрақ қойды, Айгүл Дубайда жүр деді. Мен айттым, сенде бар. 500-600 мың теңге тапса сенде бар. Тәуіржанды танисың ба? Мен айттым, танымаймын дедім. Танымаймын, мен сені танымаймын деді. Действительно, мен сені танымаймын мысалы. Мен тану дегенді, мен жақын араласу деген деп қабылдайтын адам мысалы. Сіздер енді маған жаңа 100 мың оқырман қосылыпты. Сіздерге көп рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Енді жалпы мен оқырмандарым арасында сіздермен бір жақын өзім танысқым келеді. Сол үшін егер анкета толтырсаңыздар болады. Сіздерге арнайы дайындап қойдым. Анкета толтырсаңыздар, мен сіздерді жақынырақ танитын боламын. Және де осы анкета толтырған адамның ішінен 3 адамға 10 мың теңгеден беретін боламын. Сол үшін достар, бір жағынан жақынырақ танысатын боламыз. Мен сіздерді жақынырақ танитын боламын деген сияқты ғой. Мына жердегі анкетаны толтырып кетсеңіздер болды. Мен сені танымаймын, кім екеніңді де білмеймін. Не істеп жүргеніңді білмейтін адам мысалы. Сол себеп сен дұрыс жасамадың ғой, қате жасап қойдың негізі. Біріншіден сұрау керек қой адамнан, қалай болды, не болды деп, қалай болып жатыр деп. Лично мен саған претензиям болатын болса, мен сені өзіңе шығатын едім негізі, қай жағынан болса да. Бірақ қате болды мына тірлігің. Маған лично сенің өміріңде қызық емес, өзіңде қызық емессің. Өйтіп жүретін уақытта жоқ шыны керек. Шындығына келетін болса. Бірақ действительно дұрыс жасамадым. Конкретно келіп бір ауыз чотам десең, ата екеуміз бір-бірімізге подписный адамбыз. Негізі былай келген кезде. Сен хайп қыласың ба, контент қыласың ба, одан мен шаруам жоқ. Шын, мен сен қалтаңды санап жүрген жігіт емеспін. Мен просто айтқаным конкретно қалай бар, солай айттым. Мен сен алдында ол үшін жауап бермеймін да, бірақ та қателігің историяға шығарып қойып, очко жинаған келді ма, басқа нәрсе жинаған келді ма, дұрыс емес ол нәрсе. Лично былай келген кезде